Баян ханымды ортаға шақырайын, кітапқа шағын шолу жасап кетсін. Қазақ әдебиетінің көркем кеңістігінде өзінің таба білген қайсар мінезді сыршыл ақын Айжарық Абылқасым. Ол ұзақ жылдар бойы поэзия әлемінде қалам тербеп, жүрекке жол тапқан жырларымен оқырманға жақсы таныс. Ақынның шығармалары өмірге сүйіспеншілік, туған жерге іңкәрлік, махаббаттың, сағыныштың мөлдір сезімі қатар өріледі. Сол жырмен өрілген ізденістің бір жемісі ретінде 2024 жылы Абай жолы кітапханасы сериясымен жарық көрген «Қасыңнан кеткім келмейді» атты жинақ жарық көрді. Бұл кітап ақынның жылдар бойы жазған таңдаулы өлеңдері мен поэмаларын біріктірген рухани олжа. Жинақтағы әрбір өлеңде адам жанының нәзік күйі, өмірдің өткінші сәттері мен мәңгілік сағыныштың сазы бар. Ақынның тілі шырайлы, ойы терең, әр жолында адалдық пен мейірімнің нұры сезіледі. Айжарық Абылқасымның шығармашылығы қайсарлық пен сезімнің, өмір мен үміттің үйлесімі. Оның өлеңдері оқырманды ойландырып қана қоймай, жігерлендіреді, рухани биіктікке жетелейді. Қасыңнан кеткім келмейді ақынның өмірге, адамға, махаббатқа деген мәңгілік ықыласын паш ететін жинақ. Бұл туынды қазіргі қазақ поэзиясының көркем қазынасына қосылған бағалы еңбек деп айтар едік. Осы әдемі әсерді ақынның өз өлеңімен түйіндегім келеді. Мен әлі өмір кешем кітабынан енген «Мен туғанда» өлеңі. Мен өмірге келген уақыт күз екен, 12-сі айдың толық жүз екен, таң алды екен, тынық ой дүние ой батқан, бәлкім содан тәтті сәтті күзетем. Ертесінде жетіп тәкем анама, тасқын көңіл көрмейтегі болама, есі кетіп сәбиіне бесінші шыға берсе керек таңғы далаға. Азын аулақ қамдап дәмін қолдағы, толтырыпты баулы қоңыр дорбаны, өлеңдетіп өтті дейді сол күнім, қандай сезім екен шіркін сондағы. Айжарық деп мені бірден атаған, қазан айы қолды тірлік матаған, тәтті өлеңнің басталыпты тармағы, біздің үйдің бөлмесінен жатаған. Жарға құлақ, сәби боқпын жоқ маза, болжамайды әрине ешкім шақ тоза, сүттей жарық көп айтатын айданам, бәлкім содан жаным менің тап-таза. Анам жетті, әкем дәмін сүйсініп, ақ маңдайын аурухана иісұрып, тегін болмас десе керек мен анам, көкірегінен ақ дария күй шығып. Содан бері күзді көрдім құбылған, қара желі қайдағыға ұрынған, жылдың бірі әкемді алып жоқ болды, анам дерді бірі тегіс бұрылған. Өкпем де жоқ тіршіліктің түсіне, қарсы емеспін қара күздің ісіне. Айлы түнде ерекше бір күй кешем, ұйып тәтті сүттей сезім ішіне. Көре білсең құс көңілдер көп менде, аласұрам қазан айы жеткенде, өлеңіме өмір іздеп жүремін, айлы түндер ұйқым дорлап кеткенде. Ай жарық, шыға келем далаға, естимісің, мен ақынмын о ана, жар бұлақты жырлау үшін жаралған, әке соған рұқсат етсе бола ма? Рахмет. Бұл кітап